Саламатсыздар ма, оқушылар? Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімі Құттыбаева Светлана Мұхамбетқалиқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы металдардың электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік. Оқу мақсаты металл өткізгіштегі электр тоғын және оның кедергісінің температураға тәуелділігін сипаттау. Сабақ мақсаты металл өткізгіштердің электр кедергісінің температураға тәуелділігі және асқын өткізгіштіктерге сипаттама беру. Бірінші, міне мына өткізгіштің бойымен батареяға жалғап, амперметрге жалғап тоқты өткізеді. Бұл кезде бізде амперметр қарап отырсақ 3 амперді көрсетіп тұр, балалар. Енді балалар, мына өткізгішті, мына ашық өткізгішті егер біз астынан шаммен қыздыратын болсақ, онда мына өткізгіш қызады, бірақ бізде қарақ амперметрдің көрсетуі кенеттен төмендеп кетті. Яғни бұл жерде немене өзгерді? Яғни кедергі бұл жерде не істеді? Өткізгіштің кедергісі артты. Яғни өткізгіштің кедергісі артқаннан кейін ток күшінің кемігенін көруге болады. Тәжірибе қорытындысына келетін болсақ, балалар, жаңағы көрген тәжірибемізде амперметрдің көрсеткіші өзгерді. Яғни температура артқан кезде амперметрдің көрсеткіші азайды, керісінше кедергі көбейеді екен. Сонымен орта айтатын болсақ, егер өткізгіш бойыменен ток өткен кезде, яғни өткізгіш қызады, нәтижесінде амперметрдегі ток күші азаяды да, кедергі артады екен. Кейбір таза металдардың кедергісі көп артады, ал қорытпалардың кедергісі аз артады. Температура артқанда кедергі өзгермейтін арнайы қорытпалар да бар. Қорытпалар деп отырғанымыз бірнеше металдардың қоспалары. Оларға константа мен манганин жатады. Яғни оларды қайда қолданады екенбіз? Оларды эталондық реостаттар жасауға және басқа да аспаптар жасауға пайдаланады екенбіз. Балалар, енді қарайық. Мынау металдың түйіндерінде оң иондар орналасады. Білесіңдер, металдың атомдары өзара кристалл ток құрап орналасатын, білесіңдер. Енді температура артса, мына жердегі иондардың тербелмелі қозғалысы да сәйкесінше артады екен. Ал температура төмендесе, металдардың тербелмелі қозғалысы да сәйкесінше төмендейді екен. Енді қарайық. Мынау бізде өткізгіш. Өткізгіштің мынау қызыл мен белгіленіп тұрған бұл иондар. Мынау электрон. Мысалы, өткізгіштің бойымен ток оң полюстен теріс полюске қарай қозғалды. Яғни электрондар қозғалады, электрондар қозғалады. Иондар оң зарядталған, электрондар теріс зарядталған. Яғни электрондар иондарға тартылады, осылай қозғалады. Енді температураны арттырғанда, балалар, қараңдар, тербелмелі қозғалысы да арта бастайды екен. Яғни мына жерде суреттен көріп тұрғандарындай, мына иондардың тербелмелі қозғалысы артса, ол электрондардың ары қарай қозғалысына кедергі жасайды екен. Көрінді ме? Бұл суреттен, яғни электрондар кедергінің әсерінен оның өзінің жылдамдығын азайтады. Енді балалар, өткізгіш кедергісінің температураға тәуелділігіне байланысты формулалы қорытып шығайық. Ол үшін әуелі шамалармен танысайық. R деп отырғанымыз, яғни температурадағы
өткізгіштің кедергісі. R нөлевой деп отырғанымыз, яғни 0 градус Цельсиядағы өткізгіштің кедергісі. Альфа деп отырғанымыз өткізгіштің температуралық коэффициенті. Температуралық коэффициенттің өлшем бірлігі Кельвиннің -1 дәрежесіне, немесе альфа тең болады 1 бөлінген 273 Кельвиннің -1 дәрежесіне. Ал енді балалар, өткізгіштің меншікті кедергісінің температураға тура пропорционалдығын көрсетейік. R тең R нөлевой 1 плюс альфа Т формуланы пайдаланып, өткен сабақта біз өткізгіштің меншікті кедергісіне ұзындыққа және ауданына кері пропорционал екендігін білеміз. Осы формуланы пайдалана отырып, R-дің орнына ρ нөлевой L бөлінген S тең болады ρ нөлевой L бөлінген S. Яғни жақша 1 плюс альфа көбейтілген Т. L менен S-ті, L мен S-ті қысқартатын болсақ, біз мынандай формула алады екенбіз. ρ тең ρ нөлевой 1 плюс альфа көбейтілген Т. Бұл формула, яғни өткізгіштің меншікті кедергісінің температураға тәуелділігін көрсетеді. Енді алдыңғы формулаға қайтадан келіп оралатын болсақ, R тең R нөлевой 1 плюс альфа Т формуланы пайдаланып, осындағы, яғни өткізгіштің температуралық коэффициентінің формуласын қорытып шығаруымызға болады. Яғни альфа көбейтілген Т тең болады R бөлінген R нөлевой -1. Осыдан R минус R нөлевой бөлінген R нөлевой тең болады альфа көбейтілген Т. Осыдан альфамыз тең болады екен R минус R нөлевой көбейтілген Т. Демек, бұл өткізгіштің температуралық коэффициенті деп аталады екен. Енді есеп шығарғанда балалар айта кететін болсақ, өткізгіштің температуралық коэффициентін металдар үшін, яғни кітаптың соңындағы кестелеріне пайдаланып табуымызға болады екен. Өткізгіштің температурасы артқанда кристалдық тордың түйіндеріндегі иондардың тербелісі күшейеді. Нәтижесінде электрондар иондармен жиірек соқтығысады. Бұл олардың өткізгіштегі бағытталған қозғалысына кедергі жасайды. Сондықтан кедергі артып, тоқ күші кемиді. Енді осы асқын өткізгішті ашқан ғалымға тоқталатын болсақ, Камерлик Оннес Хайке, яғни Нидерландтық физик, экспериментатор, Нобель сыйлығының лауреаты. Асқын өткізгіштік деп таза металдардың және бірқатар қоспалардың кедергісінің абсолют нөлге жақын температурада кенет нөлге дейін төмендеу құбылысын айтады. Асқын өткізгіштіктің үлкен практикалық мәні бар. Асқын өткізгіштік күйінде тиықталған өткізгіштегі тоқ күші кедергінің болмауы салдарынан шексіз ұзақ уақыт бойы сақталады. 1925 жылы мыс пластинамен жасалған тәжірибеде, яғни 2,5 жыл өтсе де, сақинаның бойындағы тоқ күшінің ешқандай кемімегендігі байқалған. Қазіргі таңда күннен магнит өрісінің 10,000 есе артық магнит өрісін беретін аса қуатты асқын өткізгіштер, яғни электромагниттер жасалынған. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылай келе, кітаптың соңындағы 22-ші жаттығудың есептерін шығарайық. Ол үшін, ол есептің берілгенінде бізге не дейді? Графикті пайдалана отырып, өткізгіштің кедергісін және температуралық коэффициентін анықтау. Графикке қарайтын болсақ, бастапқы кедергіміз 20 омға тең екендігін, соңғы кедергіміз 60 омға тең. Осы кедергілерге сәйкес температура, яғни 546 градус Цельсийді береді екен. Балалар,
Жаңағы алдыңдағы формуланы пайдалана отырып, яғни өткізгіштің температуралық коэффициентін формуласын қорытып шығарған формуланы пайдалана отырып, есептік формуласынан, яғни температуралық коэффициенттің формуласын шығарып алдық. Сонда ол тең болады екен альфа тең R минус R нөлөбой бөлінген R нөлөбой көбейтілген Т. Мәндерін апарып орнына қоятын болсақ, 60 минус алынған 20 бөлімінде 20 көбейтілген 546 градус Цельсий. Енді 60-тан 20-ны алатын болсақ 40, 40 пенен 20-ны қысқаратын болсақ 2. Демек 2 бөлінген 546. Ол тең болады екен 3,6 көбейтілген 10-3 дәрежесі Кельвиннің минус 1 дәрежесіне. Демек температуралық коэффициентіміз 3,6 10-3 дәрежесі Кельвиннің минус 1 дәрежесіне тең болады екен. Енді өткен сабағымызда тағы да қорытындылай келе, тағы да бір мынандай есеп шығарып көрейік. Температурасы 20 градус Цельсий болған кездегі өткізгіштің кедергісі 25 Ом, ал температурасы 35 градус Цельсийге дейінгі арттырғандағы кедергіміз 25,17. Осы зат жасалған заттың температуралық коэффициентін табу керек. Берілген жазатын болсақ, Т1-міз 20 градус Цельсий, Т2-міз 35 градус Цельсий, R1-міз 25 Ом, R2-міз 25,17 Ом. Бізге табу керек, яғни өткізгіштің температуралық коэффициентін. Шешуі: өткізгіш кедергісінің температураға тәуелдің формуласын қолданып, R тең R нөлөбой 1 минус альфа Т. Енді осы теңдеуді R1 тең R нөлөбой жақша үшін 1 плюс альфа көбейтілген Т, R2 R нөлөбой көбейтілген 1 плюс альфа көбейтілген Т. R1-ді R2-ге бөліп тең болады R нөлөбой жақшаның ішінде 1 плюс альфа Т бөлімінде R нөлөбой 1 плюс альфа көбейтілген Т. Енді бұл жерде R нөлөбой мен R нөлөбойды қысқартатын болсақ, біз мынандай теңдеу аламыз. R1-дің R2-ге қатынасы тең болады. Алымында 1 плюс альфа көбейтілген Т1 бөлімінде 1 плюс альфа көбейтілген Т2. Енді пропорцияның негізгі қасиетін пайдалана отырып, жақшаларды ашатын болсақ, біз мынандай формула алады екенбіз. Яғни альфа тең болады R2 алынған R1 бөлімінде R1 көбейтілген Т2 минус R2 көбейтілген Т1. Мәндерін апарып орнына қоятын болсақ, 25,17 Ом алынған 25 Ом бөлімінде 20 көбейтілген 35 минус 25,17 көбейтілген 20 Ом. Бұдан шығатыны 0,17 бөлімінде 875 алынған 503,4. Бұдан шығатыны 4,6 көбейтілген 10 минус 4 дәрежесі Кельвиннің минус 1 дәрежесіне. Демек, есеп берілгеніне байланысты жаңағы жасалған заттың температуралық коэффициенті 4,6 көбейтілген 10 минус 1 дәрежесіне тең болады екен. Балалар, енді үйге тапсырма 22-ші жаттығу, яғни 181-ші бет. Үйге берілген тапсырманы оқитын болсақ, температурасы 0 градус Цельсий болған кездегі мысының кедергісі 4 Ом. Егер мыс кедергісінің температуралық коэффициенті 4,3 көбейтілген 10-3 дәрежесі Кельвиннің 1 дәрежесі болса, онда оның кедергісі 50 градус кезіндегі, онда оның 50 градус Цельсий кезіндегі кедергісін табыңдар дейді. Яғни, бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты өткізгіш кедергісінің температуралық коэффициентінің формуласын пайдалана отырып, біз осы есепті шығарамыз деп ойлаймыз.